Екінші хадис. Тақуалықтан кейінгі ең жоғарғы дәреже. Мағынасы Әби Умамиден риуаят етілген хадисте Хазіреті пайғамбар былай деген: Мүмин үшін тақуалықтан кейінгі ең қайырлы нәрсе салихалы әйел. Салихалы әйел күйеуін тыңдайды, күйеуі қарағанда оның көңілін көтереді. Ант еткенде оған кесірін тигізбейді. Күйеуі ұзаққа кетер болса, өзінің ар-намысы мен күйеуінің мал-мүлкін сақтайды. Хадиске түсіндірме. Дүние мен ақыретте мұсылман үшін тақуалық. Тақуа Аллахқа шынайы иман келтіріп, шын жүректен Аллахтан қорқатын кісі. Артық ештеңе жоқ. Өйткені екі дүниенің бақыты тақуалық. Тақуа кісінің өмірі мен ақыреттегі өмірі жұмақ болады. Бұл жайында Құран кәрімде былай дейді: Раббыңның құзырынан шығудан қорыққан кісіге екі жұмақ бар. Кейбір тәпсіршілер аятта келтірілген жұмақ, екі жұмақты сөзінің біріншісі шынайы жұмақ, ал екіншісі дүниедегі жұмақ деп жорамалдайды. Мұсылман кісі үшін тақуалықтан кейінгі ең қайырлы нәрсе салихалы әйел екендігі осы хадисте нақты айтылған. Сондықтан әйел кісі Аллахқа құлшылық жасап, күйеуіне бағынып, сөзіне құлақ асса, оның салихалы әйел екенін білеміз. Құран кәрімде былай делінген: Жақсы әйелдер бойсұнушы әйел. Аллах оларға қоруға бұйырған көрінбейтін нәрселерді қорғайды. Осы аятты көрінбейтін деген сөз ер адамның дүние мүлкі, әйел кісінің өз ар-намысы мен отбасының сыры. Әйел күйеуіне бағынған кейін оның көңілін көтеріп, оған жылы шыраймен қарап, әрбір ісіне мұқият болуы керек. Осындай бойында болған жақсы қасиеттер бар әйел салихалы әйел деп атайды.